Қайырлы күн оқушылар. 6-шы сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 10-шы сабақ Астана мәдениет пен өнер ордасы. Сабақтың мақсаты эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу, келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу, келісу, келіспеу эссесі. Балалар, мына шашылған әріптерден сөз құрастырып көріңіздер. Дұрыс айтасыздар. Бұл шашылған әріптерден іске сәт деген сөз шығады. Олай болса, сіздердің бүгінгі сабақтарыңызға, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Суреттер сөйлейді әдісі бойынша, мына берілген суреттерде не көріп отырмыз? Өз ойымызды ауызша айтып көреміз. Иә балалар, өте дұрыс айтасыздар. Суретте Бәйтерек, Экспо, Астана опера театры, Астана қаласының көрікті жерлері бейнеленген екен. Астана мәдениет пен өнер ордасы тақырыбына байланысты бейне жазбаны мұқият көреміз. Бұрынғы Ақмола қаласын Астана қаласы деп атау туралы шешімнің де орынды болғандығы сөзсіз. Әдемі естіледі. Әлемнің барша халықтарының тілдерінде оңай айтылады. Сондықтан болар Астана дүние жүзіне тез танылды. Астанаға 1999 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша бейбітшілік қаласы деген атау берілді. Арнайы медальмен марапатталды. Қазіргі уақытта қалада көптеген заманауи сәулетті құрылыс жобалары іске асырылып жатыр. Қала күннен күнге көркейіп, өз келбетін көз алдымызда өзгертуде. Астана Бәйтерек, Отан ана, Қазақ елі монументтері, Қан шатыр, Думан, сауда және ойын-сауық орталықтары, алаңдар мен көшелердегі декоративті мүсіндер, салтанатты Ақорда сәулеті келіскен сол жағалау, келбеті өзгеше бейбітшілік пен келісім сарайысында ғажайыптары бар сұлу шаһар Астананың көркіне көзің тоймайды. Қалада әр жыл сайын түрлі халықаралық форумдар, көрмелер, конференциялар, музыкалық шаралар және фестивальдар өтеді. Ұлттық реңдегі көрнекті орындар мен монументтер, ерекше сәулетті ғимараттар, мәдениет және ойын-сауық орталықтары, мұражайлар, театрлар мен галереялар, сауда орталықтары, жасыл желекке оранған аллеялар, түрлі халықтардың ұлттық дәмханалары, осының барлығын әлемнің ең жас қаласы Астанадан көруге болады. Бейне жазбаны көріп болсақ, мына ой түрткі сұрақтарына жауап береміз. Неліктен Астана бейбітшілік қаласы деп танылды? Қалада түрлі іс-шаралардың өтуінің себебі неде? Ұлттық реңдегі көрнекті орындар дегенді қалай түсіндіресіңдер? Жауабымызды ауызша WhatsApp желісіне жібереміз. Қайталау білімнің анасы дегендей, термин сөздер мен неологизм сөздерді алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Тілдік бағдарын еске түсіріп көрейік. Ғылым, техника, өндіріс, өнер және тағда басқа саладағы белгілі бір ұғымдар мен зат атауларын білдіретін сөздерді термин сөздер деп атаймыз. Мысалы, фонетика, нота, энергия. Ал ғылым мен техниканың, өндіріс пен шаруашылықтың, мәдениет пен тұрмыстың кеңінен дамыған тұсында тілге жаңа ұғымдарды білдіретін жаңа сөздер енеді. Осындай сөздерді неологизмдер деп атаймыз. Мысалы, жағдаят, жазылым, фабула, баспагер. Олай болса, балалар, тілдік бағдарды еске түсірдік. Оқулығымыздың 83-ші бетіндегі 9-шы тапсырманы бүгінгі күн ретін жазып, дәптерімізге жазбаша орындаймыз. Астана атты диаграмманы толтырыңдар. Жазған сөйлемдерің бір-бірімен байланысып, мәтін түрінде шықсын. Әр сөйлемде неологизм немесе термин сөздер болсын. Дескриптор жазған сөйлемдерін бір-бірімен байланыстырады, неологизм мен термин сөздерді қолданады, диаграмманы толтырады. Оқушылар, алда қандай мереке келе жатыр? Дұрыс айтасыздар балалар. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Біздің тәуелсіздігімізге балалар биыл 30 жыл толып отыр. Олай болса, мына бейне жазбаға назар аударамыз. Аңғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты.
әгәрәкей, кімдегім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанды қиып түсер қылышпыз. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы. Началась Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Қастерлі анашымның, қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Қастерлі анашымның, қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымды алақанау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Бейне жазбаны көріп болсақ, балалар, шығармашылық аймақ әдісі бойынша оқулығымыздың 83-ші бетіндегі 10-шы тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ тақырыбында келісу, келіспеу эссесін жазамыз. Эссе шарттары: өзің білетін, оқыған ақпаратты еске түсір, эссені жоспарла, кіріспе бөлімде бұл тақырып қазіргі кезде маңызды ма деген пікірді басшылыққа ал. Негізгі бөлімде өз мысалдарың мен талдауларыңды негізде. Қорытынды бөлімде эссенің басында айтылған мәселе бойынша не деуге болады деген сұраққа жауап ізде. Ойыңды жинақта, қорытындыла. Дескриптор берілген тақырып бойынша келісу, келіспеу эссесін жазады. Оқушылар WhatsApp желісіне сілтеме жібердім. Сол сілтемені басып, Google платформасындағы тест тапсырмаларын орындаңыздар. Оқу тапсырмасы 7-ші тапсырма оқулығымыздың 82-ші бетіндегі. Блиц сұрақтарға «я», «жоқ» деп жауап беру арқылы өздеріңізді тексеріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.